Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін дос табу туралы тақырыпты қозғаймыз. Енді алдыңғы бірінші бөлімде сіздер білесіздер, жалпылама дос табу деген тақырыпқа байланысты біраз ақпараттар айтқан болатынбыз. Енді бүгін бізде екінші бөлімде сол тақырыпты жалғастырамыз. Енді өзімнің оқыған кітабымнан сіздерге бірнеше мәліметтер беріп өтейін. Өзгелерді өзің туралы айтып, 2 жылда да дос қыла алмайсың. Ал өздері туралы айтсаң, 2 айда дос бола аласың. Венаның атақты психологы Альфред Адлер сіздің өмірде алар орныңыз атты кітап жазған. Сол кітабында ол былай дейді. Енді айтқан сөзіне мән берейікші. Басқалардың тағдырына қызықпаған адам бұл өмірде үлкен қиындықтарды бастан кешеді. Және айналасындағыларға да көбірек зиян келтіреді. Жолы болмайтындар осындай ортадан шығады. Өте тамаша сөз. Психология туралы 10 шақты томды оқып тастасаңыз да, бұдан мағыналы сөз таба алмайсыз. Адлердің айтқаны соншалықты мәнді болғандықтан, мен оны курсив арқылы тағы бір рет жаза кеткенді жөн көрдім. Енді жаңағы сөзге қайтадан мән берейік. Басқалардың тағдырына қызықпаған адам бұл өмірде үлкен қиындықтарды бастан кешеді. Және айналасындағыларға да көбірек зиян келтіреді. Жолы болмайтындар осындай ортадан шығады. Бұдан шығатын қорытынды біз мысалға адамдармен қарапайым сөйлесу барысында біз мына нәрсені ескермейміз. Яғни біз тек қана өзіміз туралы әңгіме қызықтырадығы бізді басқалардың әңгімесі былай шыққанда қызықтырмайды. Соның нәтижесінде біз жалпылама тіл табыса алмай жатамыз. Ол да бір адамның жалпылама сөйлесу барысындағы, келесі бір адаммен сөйлесу барысындағы үлкен бір қателіктердің бірі. Яғни бұл жерде психолог Альфред Адлердің де айтқаны осы болатын. Енді келесі сөзге мән берейікші. Енді бұл сөзде өте бір ерекше сөздердің бірі. Енді мұқият мән берейік. Адамның мінез құлқына әсер ету деп аталатын керемет кітаптың авторы Гарри Оверстрит былай деген еді. Кез келген әрекет біздің қалауымыздан бастау алады. Бизнесте болсын, үйде, мектепте, немесе саясатта болсын, біреуге ықпал еткісі келген адам ең алдымен басқа адамдардың қызығушылығын туғыза білуі керек. Бұлай істеу қолынан келсе, бүкіл әлемді өзіне дос етеді. Қолынан келмесе, жалғыз қалады. Қандай тамаша сөз. Енді жалпылама мен өмірде адамдармен сөйлесу барысында осы бір қағидан ерекше ұстанамын, соны сіздерге айтып өтейін. Әрине, мен адамдармен сөйлесу барысында жалпылама өзімнің басына өткеннен кейін осы өзімнің білгенімді сіздермен бөлісе кеткенді жөн көрдім. Франция философы де Ларошфуко былай деген болатын. Жауыз десеңіз, достарыңыздан асып түсуге тырысыңыз. Ал дос десеңіз, достарыңыздың сізден асып түсуіне мүмкіндік беріңіз. Қандай керемет сөз. Мұқият мән берейікші. Тағы бір қайталап оқиын. Франция философы де Ларошфуко былай деген болатын. Жауыз десеңіз, достарыңыздан асып түсуге тырысыңыз. Ал дос десеңіз, достарыңыздың сізден асып түсуіне мүмкіндік беріңіз. Енді бұдан шығатын қорытынды, яғни егер мұқият мән беретін болсақ, біз көбінесе өзіміздің үстемдігімізді көрсетеміздағы достарымызбен қарым-қатынасымыз, яғни сөйлесу барысындағы біздің қарым-қатынасымыз алыстай бастайды. Себебі бізді қызықтыратын ең басты нәрсе ол өзіміз ғана. Яғни кез келген ортада біз өзіміздің достарымызды жоғары бағалап, соларды жоғары қоюға тырыссақ, онда біздің досымыздың көп болатыны анық. Және де сіздер осы видеоға міндетті түрде комментарий жазсаңыздар, лүпілдеріңізді аямаңыздар, яғни сіздердің қолдауларыңыз арқылы менің каналым дамитын болады. Және де соған байланысты мен де өзімнің видеоларымды сіздермен бөлісетін боламын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.